өте қызықты тақырыппен Арстанов Асет Амирханович, доктор PhD, тоже представитель Казахстанско-Британского университета. Это для мам и для алматинцев. Так, стоит. Вот давайте. Естіп жатыр ма? Слайдты кім ауыстырды? Слайдты кім ауыстырды? Слайдты там будет. Дайте микрофон, пожалуйста. А ты сможешь микрофон? Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздердің бүгін назарларыңызға Алматыдағы нәрестелер саябақтары нөмір 224 жобаны ұсынғым келеді. Жобаның мақсаты перзентханалар мен перинаталдық орталықтарға байланысты жасыл кеңістіктерді құру және оларды ақпараттық жүйелерде басқару. Бұл жерде негізгі идея баланың дүниеге келуін ағаштарды отырғызумен байланыстыру және бұл жерде әр ағаштардың координаттарымен және цифрлық паспорттары болады. А что у нас? Ага. Да, вот это надо поставить. Да. О, все, поехали. Да, нормально. Бумагу смотрите, нет, нормально? Так, жаңа айтып кеткенде нөмір 224 Алматыдағы нәрестелер саябақтары атты жобамды ұсынғым келеді. Бұл жерде жобаның мақсаты перзентханалар мен перинаталды орталықтарға байланысты жасыл кеңістіктерді құру және оларды ақпараттық жүйелерде басқару. Бұл жердегі негізгі идея баланың сәбидің дүниеге келуін ағаш отырғызумен байланыстыру. Бұл жерде әрбір ағаштардың өздерінің координаттары болады және өзінің жеке сандық паспорты болады. Келесі. Бұл жерде мәселе, енді Алматыда жыл сайын 40 мыңнан астам сәби дүниеге келеді. Және бала туумен бұл жерде қаланың арасында көгалдандыруға байланысты тұрақты байланыс жоқ. Соған себепті, енді ағаштар қалай отырғызады? Бір реттік акция ретінде отырғызады, одан кейін ол қараусыз қалады дегендей. Сондықтан тек ағаш отырғызу емес, оның отырғызғаннан кейінгі есепке алу сандық формада және оның жерсуін бақылау және оны дұрыс таңдау және ары қарай мониторингтеу мәселесі туады. Келесі. Бұл жерде біздің шешім бала, ағаш және сандық паспорт. Бала дүниеге келгеннен кейін олар отбасына ағаш отырғызуға арналған арнайы сертификат беріледі. Ол әр ағашта өзінің QR коды болады, немесе жаңағы ақпараттық жүйеде ID нөмірі беріледі. Сол жүйеде координаттары болады, ағаштың түрі болады, отырғызылған күні және сол белгілі бір уақыттағы сол ағаштың өзінің жағдайы туралы ақпараттар сақталады. Және бұл жерде негізгі жұмыстың реті ақпараттық жүйелерде алаңдар бірінші талдау, одан кейін сертификат беру, одан кейін сол ағашты отырғызу, ары қарай келесі мониторинг жүргізу. Келесі. Бұл жердегі жобаның негізгі инновациясы әр ағашты цифрлық түрде бақылау. Ақпараттық жүйе арқылы алғашында ағаш отырғызуға қолайлы аумақтар таңдалады. Талдау кезінде жаңағы ақпараттық талдау кезінде перзентханаларға алыс жақындық жерлер, жер пайдаланудың ерекшеліктері, сол жақта су жағдайы немесе аумақ көлемі сияқты байланыстар ескеріледі. Бұл мониторинг үшін жерді қашықтықтан зерделеуге байланысты және ақпараттық құралдарға байланысты біраз бізде біздің университетте сатып алынған құралдар бар. Оның ішінде жаңағы лидар дрон, гидрографиялық дрондар бар.
одан кейін спектрорадиометр бар, және лейка сияқты үлкен көлемдегі ақшалар қаражатқа сатып алынған өзіміздің құрал жабдықтар бар. Келесі. Жобаның жалпы әлеуеті Алматыдағы жыл сайынғы туу көрсеткішіне байланысты. Бұл жерде бір сертификаттың құны $40 болады. Яғни егер бізде Алматыда орташа есеппен алғанда 40 мың сәби дүниеге келетін болса, енді максималды түрде алған кезде бұл жылына $1,5 миллион. Ал енді бұл жерде әр жағдай қарастырып қойған, 75, 50 және 25% деген сияқты. Минималды түрде 25% алатын болатын болсақ, ол да жылына шамамен алғанда $400 мың дейін қаражат әкеледі. Және бұл тек бір реттік қана акция емес, бұл қаланың жасыл инфрақұрылымын ары қарай тұрақты түрде дамытып отырады. Келесі. Енді бұрынғы дәстүрлі түрлерде қалай? Ағаш өзі отырғызады, одан кейін бұл ағаштың енді былай айтқан кезде бақылау әлсіз түрде жүргізіледі. Кейбір ағаштар өспей қалуы мүмкін. Біздің жағдайда бұл жерде ағаш отырғызғаннан кейін жаңағы өзінің ID коды беріледі. Одан кейін тұрақты түрде бұл жерге күтім жүргізіледі. Содан кейін сол отбасына белгілі бір уақыт аралығында ақпарат беріп отырады жаңағы ағаштың жағдайы жайлы. Сондықтан айтып кететін жаңағы берілетін сертификат бұл бірден қаражаты отбасыға берілмейді, жаңағы көшетті сатып алуға, отырғызуға, одан кейін жаңағы күтім жасауға және сол мәліметтерді геоақпараттық платформада енгізуге, осындай жұмыстарға арналады. Келесі. Біздегі осы модельдің негізгі әрине нәрестеге арналған ағаш сертификаты. Бұл ағашында, енді бұл нәрестелердің туын жаңа ағаштымен байластыру, бұл бізде жалпы Қазақстанда бұл бірінші жоба, кейіннен Канадада, Бутан сияқты мемлекеттерде кеңінен дамыған. Сондықтан бұны да бізде осы Алматы қаласында жаңа президентіміздің несі бойынша, жолдауы бойынша Қазақстанда бірнеше миллиард ағаш ретінде бізде де осы жобаны үлгісін жасауымыз. Сол үлгіде алғашында пилоттық кезеңде қарастырылуда, және бұл пилоттық кезеңде қаражаттандыру гранттармен және серіктестер есебінен қаржыландырады. Және жаңағы айтқандағыдай, бұл қаражат тікелей жаңағы ағашты отырғызуға, оны ары қарай күтімге, мониторингке арналады. Кейін бұл жүйе қалыптасқаннан кейін бұл сертификаттарды жаңағы туылған баланың туысқандары, яғни атасы, апасы өздері сатып алуы мүмкін. Келесі. Қазіргі кезде жоба концепциядан гаш платформасында жұмыс істейтін алғашқы нұсқасы ретінде дайындалды. Бұл жерде интерактивті карта, ағаш регистрлары, сертификаты интерфейстері және мониторинг. Бөлек бізде $25 мың көлеміндегі ағаш гранттық пакет дайындалды. Сонымен қатар UNDP бағыты бойынша 500, яғни $500 миллион көлемінде заявка жасалды. Келесі. Бұл жобаны орындаушылар, яғни біздің команда барлығы геоақпараттық жүйелер және ауыл шаруашылығындағы жерді қашықтықтан зерделеу бағыттары бойынша бірнеше жылдар істеген бірнеше жыл стажы бар мамандар жұмыс жасайды. Оның ішінде жобаның жетекшісі мен. Келесі. Жалпы жоба бірнеше кезеңде іске асырылады. Яғни алғашқы жарты жылда жаңағы гаш платформасы алғашқы нұсқасы жасалады. Ол үшін басында 1-2 пилоттық аумақ таңдалады. Кейіннен осы 6-12 айда перзентханалар, саябақтар және орман питомниктерін іске қосылады жұмыс барысына.
және 12 бір жыл немесе 2 жыл көлемінде бірыңғай қалалық геоақпараттық карта және тұрақты мониторинг жүйелері құрылады. Және одан кейін, егер бұл жоба ары қарай сәтті орындалатын болса, Алматының басқа аудандарына және Қазақстанның басқа қалаларына кеңейтуге болады. Келесі. Бір-екі слайд болды. Иә. Жоба жалпы бірнеше қаржыландыру көзін қарастырады. Негізгі бөлігі халықаралық гранттармен бірлескен қаржыландырудан күтіледі. Жобалық топтың біздің өз жаңағы құрал жабдықтарын бәрін қосқан кезде $100,000. Одан бөлек жаңағы Алматы қаласының шамамен бір $13,400 көлемінде қолдау қарастырылған. Келесі. Осы жобаның нәтижесінде күтілетін бір үш нәтиже бар. Экономикалық нәтиже, яғни орман питомниктары, сертификаттар және мониторинг қызметтерінің ары қарай дамуы, және әлеуметтік нәтиже, яғни отбасының нақты ағашпен және қалалық кеңістікпен байланысын күшейту, яғни ағаш пен баланың арасындағы, былай айтқан кезде, мәдени және эмоционалдық байланысты күшейту, және үшіншісі ең басты экологиялық нәтиже, яғни бір ағаштың өзінің жеке координаттары, цифрлық паспорты және ең бастысы күтім мәртебесі бар жаңа жасыл желектерді құру сияқты нәтижелер етеді. Және біздегі бұл жобаның ең басты мақсаты жүйелі күтім, геоақпараттық жүйедегі мониторинг және отбасының қатысу арқылы ағаштардың жерсіну деңгейін барынша арттыру. Рахмет. Рахмет Асеке. Өте қызық жоба деп ойлаймын. Тем более мотивация на детях и озеленение Алматы.